Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Бүгінгі әңгіменің тақырыбы ғайбаттың не екенін білеміз бе? Ғайбат адамдардың сауаптарын жоюда лап етіп, бірақ жалмайтын өрттің сумаңдаған тілінен де жылдам. Хадис. Ғайбаттың сөздік мағынасы біреудің сыртынан жағымсыз, жарамсақ сөз айту. Демек, бір адамның бойындағы кемшіліктердің басқа біреуге оның сыртынан айтылуына ғайбат делінеді. Пайғамбарымыз ғайбаттың не екенін ұқтыру үшін айналасындағылардан «Ғайбаттың не екенін білесіңдер ме?» деп сұрайды. Олар «Алла мен оның елшісі жақсы біледі» деп сөзді өз аузына салады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам араларыңыздағы біреуіңіздің ұнамайтын сөздермен өз бауыры жайлы сыртынан айтуы дегенде, егер ол айтқандарымыз оның бойында бар болса, бұл да ғайбат бола ма? Дейді бір кісі топ ішінен. Сол кезде жамандықты жан дүниесімен жақтырмайтын аса сезімтал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер айтқандарың оның бойында расында бар болса, онда оны ғайбаттаған боласың. Егер ол сипаттар онда жоқ болса, онда оған жала жапқан боласың, деп қалай болғанда да тілді ғайбаттан сақтау керектігін ұқтырған болатын. Демек, ғайбатталған адам сол жерде болып, өзі жайлы айтылғандарды құлағымен естісе, ренжитіндей сыртынан айтылған сөздер. Егер ол айтқандары дұрыс болған күннің өзінде, ол ғайбат болып саналады. Ал егер айтылған нәрселер оның бойында болмаса, әрі ғайбат, әрі жала болып, күнә үстіне күнә жамалмақ. Ислам діні жеке адам құқығына ерекше мән бергендіктен, оның ар-намысын қорғауға басты назар аударған. Ар-намыс жеке тұлға кісілігінің негізгі тірегі, ал ғайбаттау жеке адам құқығына қол сұққанмен бірдей. Сондықтан да бүкіл болмыс ішінен адам баласын халифа етіп таңдаған Алла Тағала мұсылмандардың тілін достық пен бауырмашылықты, адами жақсы қатынастарды бұзатын пәлекет ғайбаттан сақтау үшін Хужурат сүресінің 12 аятында бір-бірлеріңді ғайбаттамаңдар. Сендердің араларынан біреу өлген бауырының етін жегенді ұната ма? Иә, бұдан тіксіңдер. Олай болса, Алладан қорқыңдар деу арқылы оның қаншалықты жеркенішті күнә екенін бір-ақ ауыз сөзбен тұжырымдайды. Иә, адамның өз бауырының етін жеуге қалайша дәті барады. Әрі бұл жерде өліп қалған бауырын деу арқылы адамды одан бетер тіксіндіре түседі. Ақыл-есі дұрыс, туыстық мейірімі сенбеген бір адамның адами, қоғамдық әрі мәдени тұрғыдан зиянды, сонымен қатар жиіркенішті мұндай істі жасау мүмкін емес. Аятта «Одан тіксіндіңіз» деу арқылы адам табиғатының бұл істен жиіркенетінін білдіріп тұр. Олай болса, Алладан қорқыңдар деу арқылы Алланың тыйым салған жамандығынан бойды аулақ ұстап, жасаған күнәларымыз үшін тәубе етуге шақырады. Тағы бір аятта Алла Тағала «Көзің жетпей тұрып, көңіл аударма, өйткені құлақ, көз, көңіл бұлардың бәрі көргеніне, естігеніне жауапты» деу арқылы біреу жайлы нақты мәліметке ие болмайынша, ол жайлы жаман ойламауға шақырады. Басқа біреу жайлы жаман ойлаудың өзі ғайбаттың жасырын түрі. Бұл суизан, яғни араб тілінен аударғандағы мағынасы жаман ойлау деп аталады. Тілмен жамандау харам етілгендей, жүрекпен де жаман ойлауға тыйым салынған. Құранда Алла Тағала «Ей иман келтіргендер, күмәннің көбінен сақтаныңдар, өйткені күмәннің кейбірі күнә» деп бізге жалпы жаман ойламауға бұйырады. Өйткені жаман ой тек жүректе қалып қоймай, ақиқатқа жеткісі келіп тіміскіленеді. Алла Тағала тіміскілеп сыр іздемеңдер деу арқылы басқа мұсылмандардың қателері мен күнәларын іздеуге құлшыныс танытпауға шақырады. Адамға келген жаман ой жүректегі сүйіспеншілікті өшіріп, дұшпандыққа айналдырады. Міне, сондықтан осы аятта ғайбаттау, суизан, яғни жаман ойлауға және тырнақ астынан кіргізуге үзілді-кесілді тыйым салынған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көптеген хадистерінде қоғамдық өмірімізге зиянын тигізіп, адамдар арасындағы жақсы қатынастарға балта шабатын, әрі ақыреттік өмірімізде ауыр азапқа душар ететін ғайбаттан аулақ болу керектігін үнемі үмбетінің есіне салып отырған. Адамдарды пенделіктен арылтып, кемелдікке бастау үшін жіберілген ислам діні қоғамдық өмірдегі бірліктің берекесін қашырар жаман мінездерден ұзақ болуды насихаттайды. Ислам дінінің бұған қаншалықты мән бергенін жете түсіну үшін пайғамбарымыздың бұл мәселеде айтқан ескертулері мен тыйымдарына назар аударған жөн. Хазірет Анас былай дейді:
Пайғамбарымыз бір күні ауыз бекітуімізді әмір етіп, рұқсат етілмейінше ешкім оразасын ашпасын деді. Кеш қараңғылығы түскен кезде пайғамбарымыз алдына келгендерге ауыздарын ашуға рұқсат берді. Осы кезде бір кісі келіп, «Уа Алланың елшісі, 2 жас қыз ораза ұстап, қатты шаршады. Сіздің алдыңызға келуге ұялады. Білем, қарсы болмасаңыз оразаларын ашсын» деген кезде пайғамбарымыз рұқсат бермей қояды. Әлгі кісі тағы 2 мәрте пайғамбардың алдына келеді. Ақырында пайғамбарымыз: «Олар ораза ұстаған жоқ. Күні бойы адамның етін жегендердің ауыздары қалай берік болады? Оларға айт, ораза тұтқан болса, асқазанындағысын сыртқа ақтарсын, көрейік» дейді. Әлгі кісі пайғамбарымыздың айтқандарын жеткізді. Олар пайғамбарымыздың айтқанын орындайды. Пайғамбарымыздың айтқаны айда келіп, әлгілер қан лоқсиды. Жаңағы кісі пайғамбарымызға келіп жағдайды баяндаған кезде: «Шыбын жанымды құдіретті уысында ұстаған Аллаға ант етейін, егер құспай бұл қан асқазандарында қалғанда, оларды жаһаннамның оты жұтар еді» деді. Екінші бір риуаятта әлгі кісі екінші рет келіп: «Уа Алланың елшісі, шыдамдары таусылып, аштықтан бұратылып тұр» дейді. Пайғамбарымыз оларды әкелгізіп біреуісіне: «Кәне лоқсы» деді. Ол қан аралас ірін лоқсиды, тіпті ыдыс толып кетті. Екіншісі де дәл солай. Осыдан кейін пайғамбарымыз: «Бұлар халал жолмен ораза ұстады, бірақ адамдардың етін жеу арқылы харам жеді» дегенді. Міне, жоғарыда Хужурат сүресінің 12 аятында айтылғандай, ғайбаттың адам етін жеумен бірдей жиіркенішті екенін пайғамбарымыз үмбетіне осылайша үйреткен болатын. Айша анамыздың айтуынша, бір күні өзі біреу жайында сөз еткен екен. Пайғамбарымыз оған: «Түкір» дейді. Хазірет Айша түкірген кезде аузынан бір түйір ет түскен. Әбу Хурайраның радиаллаху анху жеткізген бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Кімде-кім дүниеде мұсылман бауырының етін жесе, қиямет күнінде ол адамның еті оған ұсынылып, оның өлі етін же, өйткені сен тірі кезінде оның етін жегенсің» делінеді. Пайғамбарымыз осыны айтқаннан кейін: «Сендердің араларынан біреу өлген бауырының етін жегенді ұнатады ма?» деп Хужурат сүресінің 12 аятын оқыған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Алла бір мұсылманға екінші мұсылманның қанын, малын және ар-намысын харам қылды» дейді. Яғни бұл жерде заттық зияннан өзге сөз арқылы біреудің ар-намысына тиіп, көңіліне қаяу түсіретін әрекеттің де харам етілгендігі айтылған. Басқа бір хадисінде пайғамбарымыз: «Пайыздың ең жаманы нақақ мұсылманның ар-намысына тиіп ренжіту» дейді. Бұл жерде біреудің ар-намысына тиіп ренжіту де ғайбатқа жатады. Ғайбаттың соншалықты ауыр күнә болуының астарында адамға мал-мүліктен гөрі ар-намыстың қымбат болуы жатыр. Ислам діні адам баласына басты мән беріп, оны бүкіл жаратылыс атаулыдан ардақты қылған. Пайғамбарымыздың ғайбатты пайызбен теңеуінде терең мән бар. Өйткені дінімізде пайыздық өсім ең көп датталған, одан бойды аулақ ұстау керектігіне басты назар аударылған ауыр күнәлардың бірі. Құранда пайыз деген адамдардың қиямет күнде қабірлерінен шайтан соққан адамдардың есеңгіреп орындарынан тұрғанындай көтерілетіндері, пайызды адал санағандарды Алла тағала жақсы көрмейтіндігі айтылады. Олай болса, жоғарыдағы хадис ғайбаттың бұл жиіркенішті күнәдан да ауыр болатынын баяндап тұр. Исламда ғайбаттың сөз тасып, жала жауып өсек айтудың датталу себебі қоғамдық өмірдегі бірлік пен берекетті, адамдар арасындағы жылылықты жоятындығында жатыр. Тән жарасынан гөрі жан жарасын жазылуы қиын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Ғайбат зинадан да ауыр күнә» деген кезінде қасындағылар: «Қалайша, уа Расул-алла» дейді. Пайғамбарымыз: «Кісі зина жасайды, сосын тәубе етеді, Алла оны кешіреді. Ғайбат жасаушы жамандаған адамы кешірмейінше кешірілмейді» дейді. Сондықтан адамның жүрегін жаралап, рухына ардақ салатын ғайбат кісінің жеке құқығына қол соғуға жататындықтан, оны тек қана ғайбатталған адам ғана кешіре алады. Құл ақысын Алла тағала емес, тек құлдың өзі кешіреді. Пайғамбарымыз сондықтан кісінің бүкіл жақсы амалдарын тып-типыл ететін ғайбат сөзден әркез аулақ болуды ескертеді. Құлақтан кірген суық сөз көңілге барып мұз болар демекші, біреудің сыртынан айтылған сөздер жүрегімізге жара салып жаман сезімнің, өшпенділіктің тууына жол ашады. Қайсыбір мұсылманның Алла тағаланың құзырына, өз бауырына деген жағымсыз не ренішті оймен атануы әрине жақсылықтың нышаны емес. Сондықтан да адамзатқа ұстаз етіп жіберілген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Ешкім сахабаларым жайлы жанға жағымсыз сөз айтпасын, өйткені мен алдарына ішімде ешқандай жаман сезімсіз шыққым келеді» деген. Әрине пайғамбарымыздың осындай даналық тұжырымдары біздер үшін де үлгі. Тырнақ астына кірісіп,
басқа біреудің кемшіліктерін тізбектеп отыру да адамды ғайбатқа жетелейді. Сондықтан Алла бір-бірлерінің күнәларында тіміскілеп іздемеңдер десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: ей тілімен иман келтіріп, жүректерімен сезбегендер, мұсылмандардың сыртына сөз айтып кемшіліктері мен күнәларын тізбелемеңдер. Кімде-кім мұсылмандардың құпия халдерін іздесе, Алла тағала да оның күнәларын ашады. Тіпті үйінде тығылып отырған күннің өзінде оны жұртқа масқара қылады деп ескертеді. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Күнә жасау мүмкін емес. Біздің міндетіміз діндес бауырларымыздың күнәсін барынша жасырып, жария етпей, қайта оның сол кемшіліктер мен күнәлардан арылуы үшін қол ұшын созып, тілекші болу. Біреудің сыртынан сөз етуге мына жағдайларға ғана рұқсат етіледі. Ислам ғалымдары айтып жеткізудің басқаша жолдары болмағанда, яки адамды түзету мақсатында айтылуға рұқсат берілген ғайбаттың мына 6 жағдайда болатынына ортақ пікірлерін білдірген. Біріншісі, жәбірленуші ақысын алу үшін өзіне зұлымдық жасаған адамға арызданып, ол маған мынаны істеді деп мемлекет басшысына, сотқа немесе сол залым адамнан ақысын алып беруге шамасы келетін адамға сыртынан сөз айта алады. Екінші, жаңылыс бір әрекетті түзету және күнә жасаған кісіні дұрыс жолға салу мақсатында жәрдем сұрап, ол жайлы сөз айтуға болады. Оның ниеті тек жамандықты түзету жағында болу керек. Әйтпесе, басқа мақсатта болса, онда ол харам болмақ. Үшінші, пәтуа сұраған кезде ғайбатқа рұқсат етіледі. Пәтуа сұраушы кісі: әкем, бауырым, жолдасым немесе пәленше маған былай деп әділетсіздік жасады. Бұлай жасауы дұрыс па? Одан ақымды алып жасаған зұлымдығынан құтылу үшін не істеуге болады деп айталады. Асылы адамдардың аттарын атамай-ақ былайша әрекет еткен бір кісі жайлы не айта аласыз деуі жөн болса да, мұндай жағдайда атын атау да күнә емес. Төртінші, залалдың алдын алу, зиянға жол бермеу мақсатымен мұсылман бауырын ескерту үшін насихат жасаған кезде. Біреу екінші бір адаммен ортақ жұмыс істегісі келіп, оны танитын адамдарынан келешекте бірге жұмыс істейтін адамы жайлы пікір сұраса, немесе оған аманат табыс еткісі келсе, не онымен көрші болғысы келсе, оны танитын кісі ешқандай жаман ниетсіз оның кемшіліктерін ашық айтып, ол жайлы мәлімет бере алады. Бесінші, іштей еш дұшпандық ойлап кемсітпестен тек таныту мақсатында ана ақсақ кісі ше, немесе ана соқыр кісі бар еді ғой деп айтуға болады. Басқа сыпайы сипаттарымен таныту мүмкін болса, сол сипаттарын қолданып танытқан абзал. Алтыншы, ашықтан ашық күнә істеп, бұдан еш ұялмаған, тіпті жасаған күнәларын мақтан тұтқан пасық адамның сыртынан сөз айтуға болады. Пайғамбарымыз пасық пен күнә жасаудан қысылмай жария ететін адамдардың сыртынан айтылған сөз ғайбат болмайды десе, тағы бір хадисінде ұяттан жұрдай болған адамның ғайбаты жоқ дейді. Ғайбат белгілі бір адамның сыртынан сөз айту. Дей тұрғанмен ізгі ниетпен түзету мақсатында кейбіреулер былай жасайды деп жалпылама айту ғайбатқа жатпайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейбіреулер неге былай жасайды деп оларды түзету мақсатында ескерту жасап отырған. Біз бұл тұста да Алла иесінің керемет парасаттылығын көреміз. Егер біреудің атын атап көпшіліктің алдында жамандайтын болсақ, адамдағы менмендік сезімнің қажеттілігіне сай, ол адамның бізге көңілі қалып, жүрегіне дұшпандық сезімге алуы әбден мүмкін. Ал аты аталмастан ескерту алған сана түйсігі бар адам, ол нәрседен сабақ алып, екінші рет жасамауға тырысады. Сондай-ақ, адамның атын атап түсін түстемей-ақ, бүгін келгендердің біреуі деп айтқанда, бұны естіген адамдар оның кім екенін білетін болса, ондай жағдайда бұл ғайбатқа жатады. Өйткені атын аталмаса да, барлығы оның кім екенін білгендіктен есімін жария еткенмен бірдей болып тұр. Ғайбаттаушы қалай тәубеге келе алады? Әсілі, кешірім сұрауды әдетке айналдырған дұрыс. Ғайбаттаушы ғайбатталған адамға жағдайды айтып кешірім сұрау керек. Мысалы, сені ғайбаттадым, кешір деп мүмкін болса, болған жағдайды айта алады. Егер жағдайды баяндау барысында айтылған сөздер өткенде еске салып, кісінің жүрегін қайта жаралайтын болса, онда тек ақынды кеш деп кешірім сұраған жөн. Ғайбатталған кісі де мүмкін болса, барлық нәрсені егжей-тегжейлі сұрамай-ақ парасаттылық танытып кешірдім деген абзал. Кейбір ғалымдар ғайбатты 3 түрге бөледі. Біріншісі, ғайбат жасап тұрып, мен ғайбат жасап тұрған жоқпын, оның бойындағы мінді айтып тұрмын деп айтуы, харам екені белгілі нәрсені халал деу, бұл күпірлік. Екінші, ғайбаттаушының айтқандары ғайбатталған адамның құлағына жететін болса, ол кісіден кешірім сұрамайынша тәубесі толық болмайды. Керісінше, оның құқығына қол соғып, қол ақысын жеген болады. Екінші, ғайбаттаушының айтқандары ғайбатталған адамның құлағына жететін болса, ол кісіден кешірім сұрамайынша тәубесі толық болмайды.
керісінше оның құқығына қол соғып қол ақысын жеген болады. Үшінші, ғайбаттаушының сөздері ғайбатталғанның құлағына жетуі ықтимал жоқ болса, өзі үшін әрі ғайбаттаған адамы үшін кешірім тілеп тәубе ету арқылы кешіріледі. Кейбір ғалымдар міндетті түрде ғайбатталған кісінің өзінен кешірім алуы керек делінсе, кейбіреулері Аллаға тәубе етіп кешірім тілеу жеткілікті деген. Ғайбат сөзі бар ықыласымен ерікті түрде құлақ түріп ынта қоятындаған адам да ғайбаттаушымен тең. Пайғамбарымыз тыңдаған адам да ғайбатталушылардың бірі делінген. Сондықтан біреудің сыртынан жаман сөз айтылғанда оған тосқауыл болуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кімнің қасында мұсылман бауыры жамандалып, кемсітіліп жатқан кезде күші жете тұрып оған көмектеспесе, қиямет күні Алла тағала оны да төмендетіп масқара қылады дейді. Егер ғайбаттаушыға күші жетпесе, ділімен оны айыптап, шамасы келсе, ол жерден кеткені жөн. Ғайбаттаушы және ғайбатты қарсылық білдірмей өз еркімен тыңдаушы мұсылман абайсызда осындай жеркенішті қылыққа бой алдыратын болса, Аллаху мағфир ләна уә лима нихтабнау деп дұға етіп, артынан жамандап сөз айтқан бауырына міндетті түрде кешірім сұрау керек. Ғайбаттан арылудың жолдары. Бірінші, кісі өз нәпсісін күнәлаушы, ал басқалардың қорғаушысы болуы керек. Ибн Аббас басқалардың кемшілігін айтқың келсе, алдымен өз кемшіліктеріңді есіне ал десе, Хасан, ей адам баласы, өзінің бойында кемшілігін бола тұра басқаларды кінәлаумен болсаң, толық мұсылман бола алмайсың. Кәміл мұсылман болу үшін алдымен өзіңді жөндеп, кейін басқалардың кемшіліктерін түзетуге тырысуың керек. Осылай жасаған кезде ғана Алланың шынайы құлдарынан бола аласың дейді. Екінші, адам баласының күнә жасауға бейім жаратылғандығын ескере отырып, бауырына жаманшылық ойламай оған дұға ету. Өйткені мұсылман бауырының жасап қойған күнәсі үшін артынан сөз қылып жамандап, дүйім жұртқа жарсыламай қайта оған жаны ашып, күнәсінен айырылу үшін Алладан кешірім тілейді. Ақыреттегі ғайбаттың ауыр жазасын жиі-жиі еске алу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кімде-кім ғайбаттаушы бір мұнафықтан мұсылманды қорғаса, Алла оған денесін жаһаннам отынан қорғайтын бір періште жібереді. Кімде-кім мұсылманды жамандау мақсатымен бір жала жапса, Алла оны жаһаннам кәпірлерінің бірінің үстінде сөйлегендерінің күнәларынан арылғанға дейін ұстайды дейді. Хазірет Анас Алла елшісінің мына бір сөзін алға тартады. Миғраж түнінде тырнақтары жез бір қауымды көрдім. Олар беттері мен кеуделерінің тырнақтарымен осқылап жатты. О Жебірейіл, бұлар кімдер деп сұрадым. Бұлар адам етін жегендер мен ар-намыстарын аяққа таптағандар деді. Төртінші, ғайбаттың бұл дүниеде адам пиғылын білдіріп, қоғамды жегідей жеп, ел ішіне ірткі салып, таластырып, тартыстырып, тіпті бауырлары дұшпан ететін ауыр індет екенін еске салып, оған шын мәнінде жирене білу. Бесінші, ғайбаттың не екенін дұрыс ұғыну, өйткені ол өсім мен зина сияқты ең ауыр күнәлардың бірі. Ғайбатқа қатысты мына нәрселерді де білгеніміз жөн. Ауыздан шыққан әрбір сөзді жазып алатын періштелер бар. Алла тағаланың құзырына барғанда бұл сөздер кітап болып оның алдына әкелетіндіктен айтылған сөздерінен ұялуы тиіс. Сондықтан да бір кісі керексіз нәрселер сөйлеп тұрған адамға, сен Алла тағалаға жіберілген кітапты жазудасың, жазған күні сөйлемдеріне абайла деген екен. Ғайбаттан тілді сақтау иман, ерік-жігерді қасиет етеді. Ғайбаттың діни әрі қоғамдық зиянын терең түсінген шынайы мұсылман тілін ауыр азапқа душар ететін індеттен сақтауы керек. Ол үшін ынта-жігерін салып, егер де мен ғайбат ететін болсам, бір айлық жалақымды садақа етіп үлестіремін, я болмаса 60 күн қатарынан ораза ұстаймын деп өзіне өзі шарт қойып сөз берсе, тілін жамандықтан сақтауға үйрете алады. Әрине бұл оңай емес. Сондықтан да Юнус ибн Абдулла Басраның шөлінде қаншама күн ораза ұстауға шыдаған нәпсім бос нәрселер сөйлемеуге шыдай алмады деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сөз тасушы жәннатқа кіре алмайды деп үмметін жаман қасиеттерден алшақтыруға, жаман қасиеттерінің кісінің жаһаннамға жетелейтінін айтып ескерткен. Ғайбат діни дүниелік кемшілік айыптарын қамтиды. Ғалымдар сыртынан айтылған сөздің ғайбат болу үшін ғайбатталған адам ататалмаса да әңгіме барысында танылып, жамандау ниетімен айтылған болу керек дейді. Пайғамбарымыз тағы бір сөзінде, Аллаға және ақырет күніне сенген адам жақсы нәрселер сөйлесін, болмаса үндемесін деп ескертеді. Мұсылман кісі сөйлеген сөздері мен істеген істері тұрғысынан әрдайым қоғамда үлгі тұтарлық тұлға болуы керек. Сөйлеу адамға берілген ең үлкен нығмет.
бұл сыйды өз орнымен қолдану жәннатқа кіруге бірден-бір себепкер болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: маған мына екі нәрседе, екі ерін арасы мен екі шат арасында кепілдік берсеңдер, мен де сендерге жәннатқа баратындарына кепілдік беремін дейді. Бұл екеуі де адам нәпсісінде оңай бас көтеретін аса қиын ағзалардың бірі. Өйткені ауызбен айта салу адамға ешқандай қиындық тудырмайды. Адам айтқандарын абайламаса, бір ауыз сөзбен күпірлікке кіруі де мүмкін. Ғайбат та ауыздан шыққан бір ауыз сөз. Жасалуы оңай, өтемі тым ауыр күнә. Пайдасыз бос сөздер адамның жүрегін қатайтып Алладан алыстатады. Осыған орай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Алланы зікір етпей, бос нәрселерді айтып сөзді ұзартпаңдар. Арасында Алланың аты еске алынбастан айтылған көп әңгімелер жүректі қарайтады. Алладан ең ұзақ болғандар тас жүректілер дейді. Біреудің ғайбатқа жол берген әрекетінен ғайбатталушыға келер зияны болмайды. Керісінше, оған пайда, өзіне зиян келтіреді. Өйткені ғайбатталған адамның бүкіл күнәсі ғайбаттаушының мойнына ілініп, сауаптары ғайбатталушыда қалады. Сахабалар бірінің артынан бірі сөз тасып, ешкімді қарсы қоймайтын және мұны ең үлкен ғибадат деп есептейтін Абу Хурайра: дүниеде тіндес бауырын ғайбаттаған адамға қиямет күнінде сол бауырының бейнесінде еті ұсынылып, дүниеде бұл кісіні қалай ғайбаттаған болсаң, енді осы етті же делінеді. Еттің ашылығы сонша түрі мыжырайған күйі айғайлап түрегеледі деген екен. Бір күні Айша анамыз радиаллаху анха: "О Алланың елшісі, Софиядағы мынау жағдайлар саған жетеді" дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: сондай ауыр сөз айттың, егер ол теңізге араластырылса, теңіз суын да ластап жіберетін еді деген. Кейбіреулеріміз тамағымыздан арам ас өтіп кетпесін деп күмәнді тағамдардан барынша сақтануға тырысамыз. Бұл кісінің рухани өмірі үшін өте маңызды екені белгілі. Алайда харам екені Құран және хадистерде анық бекітілген үкімдерге мұндай сезімталдық көрсетпеу таңғаларлық іс. Мысалы, күмәнді тағамдарды аузына алмауда сауысқандай сақ кейбір жандар еш қиналмастан, қысылмастан, әншейін шырпы тұтатқандай біреуді ғайбаттап, жалған сөйлеп, көре алмаушылыққа жол береді. Бұның біріншісі күмәнді тағамды жеу болса, екіншісі бауырынан етін әрі өлі денесін жеу деген сөз ғой. Бұл шүбәлі күмәнді нәрселерден сақтанбау деген сөз емес. Қайда харам екені ашық белгіленген нәрселерге абай болу деген сөз. Өйткені ғайбат, зина сияқты ауыр күнәлардың бірі, әрі жеке адамның жақсы малдарын жоятын, әрі қоғамдық өмірді іштен ірітетін міндет. Алла тағала біздің жүректерімізді бірлестіріп, кәміл мұсылман Хазірет Мұхаммедке лайық үмбет болуды нәсіп етсін. Менің каналыма лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Келесі видеода көріскенше.